Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін керемет болып шығатын қамырлы сосискидің рецептін сіздерге ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры өте ерекше болып шығады, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін ұнға бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Сүтімізді жылытып аламыз. Мен газға азап жылытып алдым. Кейін оған қантымызды қосамыз. Тұзымызды қосып араластырып аламыз дағы. Осы біздің жаңағы ұнды массамызға алдыменен кішкене мөлшерде, яғни дрожжімізді саламыз. Дрожжінің үстіне азғантай мөлшерде майонез саламыз. Қыздар, мен астына барлық өлшемін жазып кетемін, бірақ мен өзім көз мөлшерменен салдым. Бірақ шамаменен жаңағы өлшемдерін жазып кетемін. Сұйық май құямыз. Кейін осы жаңағы сүтімізді азғантай мөлшерде осы араластырып отырып қамыр илейміз. Қамырымызды қыздар жұмсақ қылдырып илейміз. Басты шарт ұнды қатты көп қосып, тым қатты етіп жібермеңіздер. Бұл ең басты шарттардың бірі болып саналады. Егер де жаңағы ұнды қатты көп қосып, қамырды қап-қатты қылдырып жіберетін болсаңыздар, қамырларыңыз өте ұзақ көтеріледі және де тым қатты болып шығады. Сол себепті ұнды мөлшерден тыс көп қоспаңыздар. Кейін дайын болған қамырымызды жылы жерге, менікі шамаменен 1,5 сағаттай тұрды, қойып қоямыз. Ол жаңағы көтеріледі. 1,5 сағаттай тұрды. Жылы жерге орап қоюларыңызға да болады, немесе жай ғана қоя салсаңыздар да жауып көтеріледі. Енді мен жаңағы қамырым көтерілді. Алдын ала сосискилерді, яғни шұжықтарды дайындап алдым. Үйде одан қалды менде азғантай мөлшерде пирожкиге арналған капуста болған. Сол себепті оны дайындап қойдым қамырымның қалғанына, яғни мен пирожки дайындайтын боламын. Енді осылай азғантай мөлшерінде кесіп аласыздар да, жақсылап тұрып. Қамыр жаңа жұмыс істеуге өте ыңғайлы, жұмсақ, жабыспайды да қатты, ыңғайлы. Осылайына кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Кейін осындай үстінен бассаңыздар, қыздар, осындай дөңгелектер болып шығады. Осы дөңгелектерді ақырын ғана қазір оқтауменен ысып алып, ішіне, яғни өзіміздің сосискелерімізді, яғни шұжықтарымызды жаңағы оқтауменен ысып жасайтын боламыз. Қыздар, қазір маған андай не жасаудың қажеті жоқ, яғни қазақша яғни рецепті түсіріп, орысша сөздердің баламасын айтып жатырсыздар деп, маған өзіме қалай ыңғайлы солай айтамын. Ең бастысы, менің басты міндетім сіздерге қалай жасағаныммен бөлісу, жеткізу. Дәл осылай видеодағыдай етіп жасайсыздар. Барлық позицияны дәл осылай қайталайсыздар. Қыздар, ең бастысы, ең соңғы, яғни бөлшегін міндетті түрде жақсылап тұрып жабыңыздар, әйтпесе ашылып кетуі мүмкін. Дәл осылай позицияда барлығын қайталап шығасыздар. Оқтауменен ысасыздар, тым қатты қалың қылдырмаңыздар, тым жұқа қылдырмаңыздар. Өте жұмсақ қамыр, жұмыс істегенге өте ыңғайлы. Сосын тағы да бір айта кететін жайт, қыздар, егер де қамыр ұн сеппей ақ жұмыс істеуге жарайтын болса, ұнды сеппеңіздер. Себебі көп жағдайда ұн майды жұтып алады. Сол себепті жаңағы қамырларыңыз, яғни дайындалған тамақтарыңыз қатты май жұтуы мүмкін. Сол себепті ұнды көп қоспауға тырысыңыздар. Дәл осылай етіп барлығын түйіп шығамыз. Қалған қамырдан мен пирожки жасадым. Осы қалған қамырдан кез келген нәрсе жасай беруге, бауырсақ қылып жасауларыңызға да болады. Тіпті егер де қамырға көбірек қант қосып, тәтті бауырсақ қылып жасасаңыздар да болады. Менде міне қалғаннан жаңа пирожки шықты. Тамамызды қыздырып аламыз. Мен кішкентай балам болғаннан кейін барлығын әдемі етіп біргелкі қылып жасай алмадым. Қалай әйтеуір ең бастысы сіздерге көрсету мақсатым болды. Дәл осылай етіп жасайсыздар. Ешқандай қиындығы жоқ, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне, яғни осында керемет болып шығады. Майды жұтпай жақсы болып піседі. Өте дәмді болып піседі. Ең бастысы, қыздар, қамыры өте дәмді. Мен көбінесе осы басты назарды қамырға бөлем. Қамыры өте керемет болып шығады. Өзі тұрақ айтып тұр ғой, шыны керек. Ас болсын.